Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, эфирде ақпараттық қорытынды жаңалықтар бағдарламасы. Бүгінгі санда көретіндеріңіз. Қазатомөнеркәсіп күкірт қышқыл зауытына биыл 10 жыл өндіріс ортасының жұмысы тілшілер назарында. Жаңа форматта қызмет ететін халықты жұмыспен қамту орталығының көмегімен 1000-нан астам тұрғындар еңбекпен қамтылған. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде алдағы бірнеше минуттарда. Ақмола аймағының өндіріс ортасы саналатын Степногорск қаласында еліміз экономикасының дамуында елеулі маңызға ие өнеркәсіптік ұйымдардың қатары біршама. Сондай кәсіпорындардың бірі Қазатомөнеркәсіп күкірт қышқыл зауыты биыл өзінің 10 жылдық мерейтойын атап өтеді. Айтулы мерекеге орай жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері арнайы баспасөз туры аясында мекеменің жұмысымен танысып қайту мүмкіндігіне ие болды. Степногорск қаласының өндіріс аймағы 2008 жылы тағы бір кәсіпорынмен толықты. Бұл жылға ашылған өндіріс ошағы күкірт қышқылын шығаруға негізделіп, Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы мен біріккен химиялық компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымның құрылтайшылары болды. Бірінші 10 жылдығын биыл атап өтетін айтулы кәсіпорын бүгінгі таңда жұмысын жүйелі жолға қойып, шамамен жылына 180 мың тонна өнім шығарады. Биыл біздің зауытымызға 10 жыл, өздеріңіз білесіздер. 2015 жылдың қазан айында біздің заводымыз қайта жабдықтаудан кейін іске қосылды. Заводымыздың қуаттылығы жылына 180 мың тонна. Барлық кадрлар, барлық мамандар жергілікті жерден. Бүгінгі күнге орташа жалақы завод бойынша 167 мың теңге. Итальяндық заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген кәсіпорын техникалық күкірт қышқылын өндіреді. Негізгі шығарылатын өнім жер асты шаймалау әдісі арқылы урандалу технологиясында минералды тыңайтқыштарды өндіруде қолданылады. Бұл жөнінде баспасөз өкілдеріне баян еткен мекеме басшысы мамандардың кәсіби біліктіліктерін арттыру бағытындағы жұмыстарды да назарға алды. Мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру бойынша біз әрине әр түрлі Қазақстан бойынша біздің құрылтайшыларымыздың көмегімен оқуларға, курстарға жіберіп тұрамыз қажеттілігінде. Және осындай біздің заводымыздай Қазақстан бойынша 2 завод бар. Оның біреуі Қызылорда облысы Жаңақорған қаласында. Ол бізден бұрынырақ ашылған, сондықтан да тәжірибе алмасу үшін біз мамандарымызды сол зауытқа жіберіп тұрамыз. Олардан бізге келіп тұрады осы тәжірибе алмасу үшін. Химиялық өндіріске негізделген зауыт қызметкерлерінің қауіпсіздік шаралары жіті қадағаланып, оларға біршама жағдайларда жасалған болса керек. Мен жаңа айтып кеттім ғой, біздің жаңағы зауытымыз итальяндық технология бойынша салынған, қайта жабдықтаудан өткен, және барлық экологиялық стандарттарға жаңағы халықаралық сай келеді. Сондықтан да бұл жерде ешқандай бұрынғы технологиядай ешқандай жұмысшыларға қауіп жоқ. Тікелей жаңағы барлық процестер технологияның жабық күйінде өтеді. Сондықтан да және қазір өздеріңіз көресіздер, бір жерден бақыланады, бір жерден қадағаланып бақыланып отырады. Жұмысшыларға біз айталамыз, жақсы қолдау көрсетілген біздің зауытымызда. Жаңағы әлеуметтік пакет бойынша біз медициналық сақтандыру береміз, және де мынау арнайы тамақпен қамтамасыз ету жұмысшыларды, және де биылғы жылдан бастап біз 1 айлық мөлшерде беріп отырамыз. Арнайы баспасөз турасында кәсіпорын өкілдері тілшілер қауымын зауыттың жұмысымен кеңінен таныстырып, өнімнің шығару үрдістерін де көрсетті. Батыс Қазақстан облысынан күкірт шикізаты құрғақ күйінде жеткізіліп, еріту орнына жіберіледі. Одан соң арнайы күкірттік жандыратын пеште өңделіп, конвертерге келіп түседі. Өнім ары қарай абсорбциялық бөлімде, содан кейін дайын тауар қоймасына жіберіледі. Қышқылдық тауардың дайын өнімі суық күйінде болады. Біздің негізгі тауарды тұтынатын мекеме мынау Қазақстан ұлттық атомдық өнеркәсіп, Қазатомпром, солардың жаңағы уран өндіретін рудниктері. Біздің заводымыздың негізгі мақсаты осы химия өнеркәсібін Қазақстанда дамыту. Біздің осы жобаның негізгі мақсаты болған. Және де осы Қазатомпром ұлттық компаниясының уран өндіретін өндірістерін жаңағы күкірт қышқылмен қамтамасыз ету. Негізгі біздің жаңағы тауарымызды алатын осы уран өндіріс.
Сонымен бірге мекеме басшысының мәліметіне сүйенер болсақ, кәсіпорын электр энергиясын шығарумен айналысып, бүгінгі таңда өндіріс ортасымен бірге кейбір желілерді қажетті электр жүйесімен қамтамасыз етіп отырған жай бар. 2016 жылы толықтай өндірістік қуаттылығына шығып, бүгінде жұмыс барысы жүйелі жолға қойған кәсіпорында жергілікті мамандар қызмет етеді. Сол себептен де болар, мұнда қызметкерлер тапшылығы бойынша сауал туындамаған сыңайлы. Бізде енді бүгінгі күнге мамандардың тапшылығы жоқ. Барлық мамандар жергілікті жерден, және керек мамандарды біз егер керек болатындай жағдай болатын болса, өзіміз оқуға жіберіп, оқытып алуға, және де біздің мынау өзіміздің қаламыздағы колледждермен тікелей байланыста жұмыс жасаймыз. Біз енді бұл жерде көп нәрсені айта кетуге болады. Мысалы, жаңағы өзіміздің құрылтайшыларымызға рахмет айтамын, себебі олар бізді қолдап, біздің жағдайымызды түсініп, осындай жағдай жасап отырған. Және де мынау жергілікті қаланың атқарушы биліктеріне рахмет айтамыз. Олар да бізді түсініп, жаңағы керек кезінде қолдау көрсетіп, көмек беріп отырады. 10 жылдық мерейтойын атап өтетін кәсіпорын директорының ақпаратына сай, елеулі оқиғаны қыркүйек айында кең көлемде атап өту көзделіп отырған көрінеді. Бұл ретте қазіргі таңда жоспарлар барысы әзірлену үрдісінде болса керек. Халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту бағытында қызмет ететін жұмыспен қамту орталығы жыл басынан бері жаңа форматта еңбектеніп келуде. Бұл тұрғыда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға біршама қолайлы жағдайлар жасалған. Тақырып аясы келесі бейнематериалымызда кеңінен тарқатылады. Елімізде халықты жұмыспен қамту, осыған сай, олардың әл-ауқатын жақсарту мемлекеттің басты міндеттерінің бірі. Бұл ретте елбасымыздың Қазақстан халқына арналған жолдауларында айтылып, сәйкесінше тиісті тапсырмалары да жүктеліп отыр. Біздің қаламызда да мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау бойынша шаралар қолға алынып, солардың бірі халықты жұмыспен қамту орталығының қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында жаңа форматқа көшу. Осы орайда ағымдағы жылдан бері жергілікті жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар жанындағы халықты жұмыспен қамту орталығы жаңа форматта қызмет көрсетіп келуде. С 1 января 2018 года проведена трансформация Центра занятости населения. Для улучшения оказания услуг для лиц с ограниченными возможностями установлена мнемосхема. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап халықты жұмыспен қамту орталығына өзгерістер енгізген. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында арнайы мнемосхема жүйесі орнатылған. Аталмыш жабдық көзі нашар көретін және құлағы естімейтін жандарға ғимарат ішінде еркін жүруіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ арнаулы электронды кезек жүйесі күту залда қарастырған деп отыр Қарлығаш Ғафарова. Жаңа форматта қызмет көрсету жүйесіне сәйкес ендігі кезекте жұмыссыз азаматтар өз түйіндемелерін орталықта толтырып, оны еңбек биржасына жолдай алады. Сонымен бірге жерлестеріміз тек Степногорск қаласында ғана емес, республика бойынша бос орындарды да қарау мүмкіндігіне ие. Бұл тұрғыда арнайы өзін-өзі қызмет көрсету бұрышы қарастырған жайы бар. Осылай деп мәлімдеген директор өткен 6 ай ішінде атқарылған жұмыстарды назарға алды. За 6 месяцев текущего года по вопросу трудоустройства в Центр занятости населения обратилось свыше 1200 человек. Ағымдағы жылдың 6 айының ішінде жұмыс бойынша орталығымызға 1176 азамат келіп, оның 1173-і еңбекпен қамтылды. 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың еңбек бағдарламасына 1281 жерлесіміз қосылды. Оның ішінде 1098-і қалалық азаматтар болса, 183-і ауыл тұрғындары. Жоғарыда айтылған бағдарлама 3 бағытта жұмыс жасайды. Оның алғашқы бағытының аясында қысқа мерзімді оқыту курстарына 95 жұмыссыздар жіберіліп отыр. Ал биылғы жылдың қыркүйек айында 77 азаматтарды кәсіби даярлауға бағыттаймыз деп жоспарлап отырмыз, деді орталық директоры. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының екінші бағыты бизнес өкілдеріне шағын несиелер беруге бағытталып, бұл тұрғыда өңіріміз бойынша ағымдағы жылы 34 өтінімдер келіп түскен. Соның ішінде 25 несиелер ауыл шаруашылығына берілсе, 9 жоба Степногорск өңірінде жүзеге асқан. Ал бағдарламаның үшінші бағыты еңбек нарығын дамытуға негізделген. В рамках третьего направления программы выпускники, завершившие учебные заведения не свыше 3 лет, бағдарламаның үшінші бағыты бойынша жоғары немесе техникалық білім беру мекемесін аяқтаған түлектер жастар тәжірибесі арқылы 6 ай мерзімге жұмысқа орналаса алады. Оларды қаржыландыру мемлекет есебінен жүргізеді. Бұл ретте біздің қаламызда 30 түлек жастар тәжірибесіне жіберілді. Сондай-ақ әлеуметтік жұмыс орындарына 69 адам, қоғамдық жұмыстармен 160 жерлесіміз қамтылды. Ал көшуге арналған субсидиялар 9 отбасыға берілді деп отыр орталық директоры. Сонымен бірге үстіміздегі жылдан бастап аз қамтылған отбасыларға берілетін көмек түрі өзгерістерге ұшырап, оған сәйкес ендігі кезекте бірыңғай атаулы әлеуметтік көмек ұсынылатын болады. Осы орайда Степногорск қалалық жұмыспен қамту орталығының мамандарының ақпаратына сай, өткен жарты жылдың ішінде 165 отбасы немесе 716 тұрғын атаулы әлеуметтік көмектерге ие болған. Көріп тұрғандай біршама жаңашылықтар енгізген орталық жұмысы жақсы жүйеге қойылған. Бұл өз кезегінде алдағы уақытта халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға мол мүмкіндіктер ашады деген үміттеміз.
Қаламыздың іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері кезекті жиында бас қосты. Бұл жолғы кездесу өмір оңалту орталығында жүзеге асып, өңіріміздің белсенді арулары аталмыш ұйымның жұмысымен танысып қайтты. Шілде айынан бері жұмысын ресми түрде бастаған тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген әйелдерге арналған өмір оңалту орталығы қаламыздың іскер әйелдеріне таныстырылды. Мұнда өмірлік қиындықтарға тап болған нәзік жанды азаматшыларға психологиялық, материалдық көмек көрсетіліп, оларға жан-жақты қолдау берілсе керек. Бұл жөнінде орталық меймандарына оның жетекшісі Оксана Волкова-Михальская айтып берді. Жергілікті әкімдіктің қолдауымен жүзеге асқан ұйым бір мезетте 20-нан астам тұрғындарды қабылдай алады. Мұнда келушілерге жатын бөлмесі, асхана, демалыс орындарымен бірге балалар ойын алаңда қарастырылған. Степногорск өңірінде алғаш рет ұйымдастырылып отырған осындай орталықтардың маңызы орасан. Себебі қоғамда әйелдерге байланысты туындап отырған мәселелер аз емес. Сол үшін де болар қаламыздың іскер әйелдері кезекті жиын өмір орталығында ұйымдастыруды жөн санапты. Стало хорошей традицией ежегодно в середине лета. Степногорскалық іскер әйелдер қауымдастығының жиын жаз айларында өткізу игі дәстүрге айналды. Және бұл жолы біз басқосуда жақында ғана ашылған тамаша орталықта өткізуді жөн санадық. Мұнда тұрмыста зорлық-зомбылық көрген әйелдерге жан-жақты көмектер беріледі. Біздің негізгі мақсатымыз да осы әйелдер мен балаларға өз қолдауымызды көрсету. Әйелдердің қоғамдағы жұмыстағы орындарына аса мән береміз. Бүгінгі кездесу барысында біз осы орталықты мекен еткен жандардың мәселелерін тыңдап, қолымыздан келгенше оларға көмек беруге тырысамыз. Жалпы біздің әйелдер көп жағдайда өз қиыншылықтары турасында айтқанды ұнатпайды. Сол үшін де осындай орталықтардың маңызы орасан, деді төрайым. Орталықтың жұмысымен кеңінен танысып шыққан қауымдастық мүшелері тәттілер қойған дастархан барысында бүгінгі таңда туындап отырған мәселелер барысын назарға алды. Осы орайда орталық жетекшісі Оксана Волкова-Михальская ұйымның қарауындағы әйел азаматтарға қолдау қажеттігін алға тартты. Атап айтқанда, балаларды мектепке даярлау құжаттар бойынша бірқатар сауалдар туындап отырған жайы бар. Бұл ретте қаламыздың іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері мүмкіндігінше қолдауларын жеткізетінін жасырмады. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ауыл күндерін ұйымдастыру жалғасын табуда. Апта ішінде Степногорская елді мекеннің тұрғындарымен құрметті азаматтар жүздесіп, өткен кезеңнің әдемі сәттерін еске алды. Степногорск қалалық орталық кітапхана ғимаратына жиылған ауыл тұрғындарының қуанышында шек болмады. Себебі бір жерде туып өскен ауылдастар қауышып, бұл игі шараны біздің телеарна ұжымы тамашалап қайтты. Бұл жолғы кездесу Степногорска ауылына бағышталып, онда сөз алған меймандар елді мекеннің тарих сәттерін еске түсірді. Ауыл ең алғашында Минск совхозының жекеленген бөлімшесі ретінде құрылып, 1965 жылы ғана жеке шаруашылыққа айналады. Оның алғашқы қазығын қаққан Иван Пантелеевич Ноженко болып, жаңа совхоздың директоры атанған. Осылайша бұл жерде біртіндеп ел қоныстана бастады. Уақыт өте келе біршама қиын кезеңдер орын алып, кеңес одағы ыдыраған жылдары ауыл тарай бастаған. Елді мекен тұрғындарының қатарда күрт азайып кеткен. Соған қарамастан ауыл Ақкөл ауданының қарамағына өтеді. Ал 1998 жылы айтулы мекен Минск ауылдық округінің бөлімшесіне айналған. Осылайша тұрғындар ауылдық округ әкімі Еркебұлан Айсиннің басшылығымен өмір сүріп жатты. Содан кейін 2010 жылы ақпан айында Бөгенбай ауылдық округі құрылып, оның құрамына Степногорска және Бөгенбай ауылы енгізілген және әкім ретінде Бейсенбай Шайкен тағайындалған. Құрметті ауылдастар, құрметті жерлестер, бүгін бізге міне өте қуанышты күн. Негізсеңіз бүгін осы ауыл күні деп есептейміз. Ауыл күні бүгін Степногорск ауылына келіп тұр. Сол бүгін сол ауылдағы тарихты еске алып, сол кезінде ауыл неде қандай жағдай болды, соны бәрін еске аламыз. 2012 жылы сол Бөгенбай ауыл округінің совхоз Степногорскта 2 жыл әкім болып істедім. 2 жыл әкім болып істеп, сол өте бір жақсылықтарды жасадық, қолдан келген жақсылықтарды жасадық. Ауылға су құбырын тарттық. Кезінде мини-центр дейміз, шағын балабақша аштық кезінде. Сондай жаңалық жақсылықтарды істедік. Одан кейін мені басқа жаққа ауыстырып, 12 жылы мен Қарасай округына әкім болып сайланып кеттім да, менің орныма жаңадан жас жігіт, Жәнібек деген жігіт міне ауыл әкім болып келді. Содан бері сол міне 2012 жылдан бастап міне 2018-ге дейін сол әкім болып бүгін сол Жәнібек деген жігіт істеп жатыр. Кездесу жалғасында ауылдың құрылу тарихы баяндалып, бұл ретте 1972 жылы есігін оқушыларына айқара ашқан 2 қабатты орта мектебі назарға алынды. Білім беру мекемесінің ұжымы мен мамандары сөз алып, біршама сәттерді еске түсірді. Қызықты оқиғалар да айтылды. Жиын барысында белгілі болғандай, 1992 жылы Моңғолия елінен келген қандастарымыз осы айтулы Степногорска ауылына көшіп келіп, халық саны артқан көрінеді. Ал 2013 жылы ауыл Степногорск әкімшілігіне беріліп, осы уақыттан бастап Жәнібек Өтісхан басшылық ете бастады. Қазіргі таңда ауылды
400-ден астам тұрғындар мекен етеді. Мұнда орта мектеп, балаларға арналған шағын орталық жұмысын жүйелі түрде жүргізіп келуде. Ауыл тұрғындарының барлығы дерлік мал шаруашылығын кәсіп еткен. Бұл жөнінде мәлімдеген әкім Жәнібек Өтісхан ауылдың кейбір кезеңдерін баяндап өтті. Ендігі біздің мақсатымыз елді ойлау, осы ауылдарды қалай жеткізсек, қандай бір деңгейге көрсетсек, елбасымыздың тапсырмаларын қалай орындасақ, соны жүйеге асыру мақсатында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір бүгінгі таңда міне ауылымызда 2013 жылдан бастап жаңа ғана Нәжар Аркадьевна айтып кетті ғой, қалаға қосылдық. Оның өзі бір үлкен ауылымыз үшін жетістік болды. Өйткені Ақкөлге барып қатынаудың өзі оңай болған жоқ. 200 шақырым жерді таңертең Ақкөлге бір кішігірім іспен шықсаңыз, таңертең ерте 6-та кетесіз, түнде 9-10-да әйтеуір аман-есен үйге ораласыз. Осындай қиындық. Сонда осы Степногорск қаласы арқылы өтесіз жаңа ортасына. Сонда ойлайды, ауылдың барлығының тілегі болды. Осы Степногорск қаласында болсақ қой деп, таңертең ерте келдіңіз, түске дейін жұмысыңызды бітірдіңіз, ауылда болдыңыз дегендей. Көп тілеу көл дейді. Сол тілегі орындалды. 2013 жылы осы Степногорск қаласына қаралды. Сөз жалғасында ауыл әкімі тұрғындарды көптен бері толғандырған су мәселесі 2015 жылдан бастап қолға алынғандығын алға тартты. Оның ақпаратына сүйенер болсақ, бүгінгі таңда 1700 шақырым құбырлар жүргізіліп, ағымдағы жылы 37 тұрғын үй сумен қамтамасыз етіледі. Ал келер жылы ауылдың барлық үйлеріне су жеткізілсе керек. Орталық кітапхана мамандардың бастамасымен жүзеге асырылған игі шара жалғасында әсем әуендер шырқалып, барша келушілерге керемет көңілге сыйланды. Жүздесу барысында осы жиынға арнайы көрші Ресей мемлекетінен келген меймандар да сөз алып, ұйымдастырушыларға ризашылық сезімдерін жеткізді. Жағымды жайттарға толы болған кездесу соңында дәстүрге сай естелік фотосуреттер жасалды. Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары арасындағы футболдан жарыс апта ішінде ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы Конституция күніне бағышталған айтулы спорт додасында 3 команда бағын сынады. Жыл сайынғы игі дәстүрге айналған Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының кубогы үшін футбол турнирінің алғашқы топтық кезеңі қаламызда жүзеге асты. Оның ашылу салтанатына арнайы келген Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Қанат Доспаев барша спортшыларға сәттілік тіледі. Сегодня проводим первый групповой этап. Бүгін үлкен футболдан жарыстың бірінші кезеңі. Бұл спорт сайысы жыл сайын жақсы дәстүрге айналып, биыл Қазақстан Республикасы Конституция күніне арналып отыр. Сіздерге игі дәстүрімізді жалғастыруда қосқан еңбектеріңізге алғысымды білдіремін. Осындай сайыстарды өткізу арқылы денсаулығымыз шыңдалып, өзара әріптестік қарым-қатынастар нығая бермек. Сол үшін де сіздерге сайыстарда тек сәттілік тілеймін, деді Қанат Доспаев. Содан соң құттықтау сөздерін Степногорскалық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Еркебұлан Есенжолов жеткізіп, жылы лебіздерін білдірді. Әсем ән шырқалып, ізгі тілектер айтылған соң ойындар барысы бастау алды. Үлкен футбол сайысы облысымыздың 19 өңірлеріндегі төтенше жағдайлар бөлімшелері арасында ұйымдастырылып, барлығы 6 командаға бөлінген. Апта ішінде өткізілген спорт додасында 3 команда, Бурабай, Шығыс және Оңтүстік командалары өнер көрсетті. Олардың қатарында Бурабай ауданының бөлімшелері Ерейментау, Еңбекшілдер, Бұланды, Ақкөл, Астрахан, Шортанды, Егіндікөл, Аршалы, Целиноград, Қорғалжын аудандары мен Степногорск қаласының төтенше жағдайлар қызметінің мамандары бар. Біріктірілген командалар арасындағы сайыстар өте тартысты өтіп, жанкүйерлерге керемет ойын сыйланды. Департамент бастығының кубогы биылғы жылы кімге бұйыратыны алдағы тамыз айында белгілі болмақ. Осы ретте айта кеткен жөн, өткен жылғы кубок Торғай командасының еншісіне берілген. Себебі айтулы ұжым 3 жыл қатарынан жеңіс тұрдан көрініп жүрсе керек. Құрметті степногорлықтар, Ақмола облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы биыл еңбек жолы байқауын ұйымдастыруда. Аталмыш сайыста біздің өңірімізден Тауырбаевтар әулеті бағын сынауда. Отбасылық династиялар арасындағы байқау онлайн дауыс беру арқылы truth.ahmol.kz сайтында жүзеге асуда. Осы орайда қала және ауыл тұрғындарын жерлестерімізге қолдау көрсетуге шақырамыз. Апта бойына арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Келесі эфирде кездескенше қош, сау болыңыздар. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Итоги недели». И коротко о главном. Сернокислотному заводу исполняется 10 лет. Состоялся пресс-тур по заводу. О нововведении в городском центре занятости расскажем сегодня.
Совместное предприятие «Серно-кислотный завод» «Казатомпром» в этом году отмечает свое десятилетие. Накануне праздничной даты состоялся пресс-тур с участием местных средств массовой информации, на котором о работе предприятия рассказал его директор Талиужан Джексимбаев. Знакомство с предприятием состоялось в канун десятилетия завода. Товарищество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Серно-кислотный завод» «Казатомпром» образовано в 2008 году. Учредителями являются НАК «Казатомпром» и Объединенная химическая компания. Объединенная химическая компания – дочернее предприятие «Самрук-Казына». Ей принадлежит 90% завода. После реконструкции серно-кислотный завод запустился в 2015 году. На заводе ведется производство по итальянской технологии, соответствующей международным требованиям и стандартам. Весь процесс автоматизирован и не вреден для здоровья. Проект входит в государственную программу индустриально-инновационного развития. Основная выпускаемая продукция – серная кислота техническая, которая является основным реагентом в технологии получения урана методом подземного выщелачивания. Мощность завода – 180 тысяч тонн серной кислоты в год. В 2017 году выпущено 177 тысяч тонн на сумму 3 миллиарда тенге. За первое полугодие текущего года 86 тысяч тонн почти на 1,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день на серно-кислотном заводе работают 220 человек. Средняя заработная плата 167 тысяч тенге. Работники имеют полный соцпакет, медицинское страхование, спецпитание, материальную помощь. Я хочу сказать спасибо своим учредителям, потому что они всегда нас поддерживают и помогают. Например, 3 года подряд по линии Самрук-Казны наши работники получили это госнаграды, медаль Ерен еңбегі үшін 3 работника 3 года подряд по линии Самрук-Казны. В прошлом году они дали нам одну путевку на Олимпиаду, зимнюю Олимпиаду. Один наш передовик производства, он съездил на Олимпиаду, например, в Корею. Талиужан Джексимбаев подчеркнул, что все работники на заводе степногорские, проблем с текучестью кадров нет. Своих работников они отправляют на курсы повышения квалификации, делают обмен опытом с другим сернокислотным заводом, находящимся на юге Казахстана, принимают практикантов из городских колледжей. С такими итогами сернокислотный завод подошел к празднованию своего десятилетия. Что такое мнемосхема и электронная биржа труда и как они работают? Разъяснение от руководителя Центра занятости города Степногорска Карлыгаш Гафаровой. Она рассказывает о реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Янбек». С 1 января 2018 года проведена трансформация Центра занятости населения. Для улучшения качества оказания услуг для лиц с ограниченными возможностями установлена мнемосхема. Она позволяет лицам с нарушением зрения и слуха ориентироваться в здании акимата. Здесь начало работы. Для того, чтобы воспользоваться мнемосхемой, ознакомьтесь с условными обозначениями, изучая рельеф и нажимая соответствующие кнопки. Условные обозначения. То есть они прочитывают это слабовидящие и слабослышащие. Путь движения. Лестница. Подъем на 3-й этаж. Они доходят сюда, имеется тактильная дорожка, это для слабовидящих. Именно, а здесь уже непосредственно человек, который сидит, он будет уже дальше направлять. Для обслуживания населения установлена электронная очередь, которая позволяет систематизировать процесс получения оказываемых услуг. С начала текущего года лицам, ищущим работу, предоставлена возможность самостоятельно разместить свое резюме для поиска работы, а также просмотреть перечень вакансий не только в городе Степногорске, но и по всей республике через электронную биржу труда. Для этого в Центре занятости населения размещена зона самообслуживания. За 6 месяцев текущего года по вопросу трудоустройства обратилось 1200 человек, трудоустроено 1173. В программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы было включено 1281 человек. В том числе это свыше 1000 это жители города Степногорска и свыше 180 человек это жители сел и поселков. Программа включает в себя 3 основных направления. В рамках первого направления обеспечения участников программы техническим профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением с 1 сентября 2018 года будут направлены 77 человек, которые будут обучаться в учебных заведениях Акмолинской области по тем специальностям, которые востребованы в нашем городе. Краткосрочное профессиональное обучение, срок обучения 3 и 6 месяцев, в этом году было направлено 95 человек.
Планировалось 90, направлено 95. Ну, по следующим специальностям. Это подземная разработка месторождений полезных ископаемых 26 человек, лаборант химического анализа, учет и аудит, газоэлектросварщики, электрослесарь подземные. На обучение было затрачено свыше 12 миллионов тенге. В рамках второго направления программы развития массового предпринимательства имеется возможность безработным или самозанятым гражданам получить микрокредиты для открытия или расширения существующего бизнеса, для начинающих предпринимателей, срок регистрации которых не превышает 3 лет. Условия выдачи микрокредитов следующие. Срок микрокредита до 5 лет в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов до 7 лет. Максимальная сумма микрокредита свыше 2,5 месячных расчетных показателей, 6 миллионов тенге в сельской местности и 6,6 месячных расчетных показателей свыше 15 миллионов тенге в городской местности. Ставка вознаграждения 6%. Возможность получения льготного периода по погашению основного долга и вознаграждение сроком не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования по решению кредитора. Обязательным условием для получения микрокредита является регистрация участников программы в качестве индивидуальных предпринимателей, а для расширяющих бизнес – создание 2 новых рабочих мест. В текущем году поступили 34 заявки для получения микрокредита на сумму 215 миллионов тенге, в том числе для микрокредитования сельских жителей 25 заявок, для развития животноводства, для микрокредитования жителей города Степногорска 9 заявок. 16 начинающих предпринимателей предоставили заявки на расширение и 19 претендентов на открытие своего дела. В рамках третьего направления программы выпускники, завершившие учебные заведения не свыше 3 лет, могут пройти молодежную практику и получить первоначальный опыт работы сроком 6 месяцев с выплатой заработной платы из республиканского бюджета. В текущем году уже было направлено 30 человек. На социальные временные рабочие места запланировано направить 58 человек, направлено уже 69 человек. С субсидированием заработной платы, то есть 35% заработной платы возмещается работодателю из республиканского бюджета. На общественные работы в текущем году было направлено 160 человек, в том числе свыше 20 детей старших классов, которые на период летних каникул имели возможность трудоустроиться. В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов выплачены субсидии на переезд 9 семьям из числа уралманов, это 35 человек, на сумму свыше 3 миллионов тенге. Также им были возмещены расходы по аренде жилья и оплаты коммунальных услуг в размере свыше 6,5 миллионов тенге. С 1 января текущего года введена в действие адресная социальная помощь нового формата, которая выплачивается лицам, относящимся к категории малообеспеченных граждан, доход которых не превышает 50% от величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум на второй квартал 2018 года составляет 14 142 тенге. Данный вид помощи выплачивается как единое пособие вместо прежних 3 видов социальных выплат, а именно вместо прежней адресной социальной помощи старого формата, детских пособий, специальных государственных пособий. Адресная социальная помощь нового формата классифицируется на безусловную и обусловленную денежную помощь. Безусловная денежная помощь предоставляется тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов, например, семьям инвалидов или пожилых пенсионеров, или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут быть вовлечены в активные программы занятости, например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста. Обусловленная денежная помощь предоставляется семьям, имеющим в своем составе как минимум 1 трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости. На оказание адресной социальной помощи в городе выделено из местного бюджета свыше 9 миллионов, из республиканского бюджета свыше 22 миллионов, всего около 31 миллиона. В текущем году вот на эту дату у нас получили адресную социальную помощь 165 семей, в них 716 человек на сумму свыше 11 миллионов тенге. Степногорским филиалом Ассоциации деловых женщин Акмолинской области было организовано ежегодное выездное заседание, на этот раз в Центре по оказанию социальных услуг жертвам бытового насилия ОМЫР. Члены ассоциации задались вопросом, какую помощь они могут оказать женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их детям. Мы рассматриваем такие вопросы, как положение женщин в обществе, их положение на работе. Мы узнаем, кто нуждается в нашей помощи, даем рекомендации, советы.
трудоустраиваем женщин, помогаем им, детям, собраться в школу. Ведь лето – это такое время хорошее, когда мы можем все собраться и решить такие вот важные вопросы, связанные с подготовкой к зиме, с бытовыми условиями, с трудоустройством на работу. Знакомство с Центром социальной поддержки для жертв бытового насилия провела Оксана Волкова-Михальская, руководитель общественного объединения «Женский луч», который оказывает специальные социальные услуги в центре. 1 апреля текущего года в рамках трехстороннего сотрудничества государственных структур, бизнеса и неправительственного сектора при поддержке акимата города в пилотном режиме был открыт данный центр, который сам по себе является уютным домом, переданным в дар городу семьей Асаубаевых. При поддержке акима города Ануару Кумпикеева центр был оснащен необходимым оборудованием для начала работы. Работает центр ОМИР по модели интегрированных специальных социальных услуг, где объединяются усилия здравоохранения, образования, бизнеса, управления внутренних дел, ЦОНа, неправительственных организаций, аппарата акима, Центра занятости и социальных программ. На сегодняшний день в центре находится 14 человек, это 4 мамы со своими детьми. Обойдя весь дом, осмотрев условия, в которых пребывают обратившиеся за помощью женщины, председатель Степногорского филиала Ассоциации деловых женщин Галия Копеева отметила важность и необходимость данного проекта в обществе. Многие стесняются обращаться в силу неудобств каких-то вот. Тем не менее, бояться не надо. Вот для этого созданы вот такие замечательные условия, где женщина найдет себе помощь психологическую, моральную. Здесь работают замечательные специалисты, которые в любой момент могут протянуть руку помощи, оказаться вовремя. Поэтому мы хотим, чтобы люди не боялись, обращались. Мир не без добрых людей. В нашем государстве каждая семья находится под защитой. В нашем городе работает множество программ, которые направлены на поддержку таких вот малообеспеченных, нуждающихся семей. Поэтому я всем хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, солнца, тепла, гармонии и знать, что здесь всем окажут помощь. В рамках программы «Рухани Жангару» в городской библиотеке на этот раз прошел День села Степногорское. С его большой и богатой историей знакомили местные жители, живущие там ныне и ранее. Итак, что же мы сможем прочитать в книге о селе Степногорское? Мероприятие открыла руководитель городской библиотеки Роза Мухамадиева. Гостей приветствовали обрядом шашу и в то же время хлебом-солью, преподнеся каравай, показывая тем самым дружбу народов. История села началась с Целины. Сначала оно начало существовать как отделение совхоза «Минский», называлось Целиногорское, а в 1965 году стало самостоятельным хозяйством. Первый колышек на месте строительства нового совхоза вбил его первый директор Наженко Иван Пантелеевич, который приехал в Казахстан на освоение Целины в составе белгородской делегации. В настоящее время в селе из первоцелинников живет одна семья. После развала Советского Союза в 1997 году расформировался район и совхоз. Было разрушено все, что с таким трудом было построено. Численность жителей резко уменьшилась. Село считалось как самоликвидирующееся и перешло в ведомство Алексеевского, ныне Аккольского района. В 1998 году село стало отделением Минского сельского округа. В феврале 2010 года создается акимат Багимбайского сельского округа с центром в селе Степногорское. Располагался он в здании средней школы. С этого времени акимом округа работал Бисимбай Шайкин, человек с багажом жизненного опыта и стремлением быть для людей полезным. В связи с сокращением Минского сельского округа село Степногорское в 2010 году был образован Багимбайский округ, село Багимбай и село Степногорское с центром округа село Степногорское. И с 2010 года я был акимом этого села по 2012 год. 2 года я там работал, именно потом я по программе был передвинут в другой округ, соседний округ, аким села Карасайского. Перед моей работой что было сделано? Прежде всего, в связи с тем, когда была реконструкция водопровода города Степногорска от Селиты, мы с ходатайством вышли, и мы подсоединились к основному водопроводу Селита-Степногорск. То есть мы дали селу новую воду через горводоканал, и на сегодняшний день вот этот водопровод существует.
Кроме этого, там был создан, в те годы была такая программа, чтобы надо было население образовать для детей мини-центры. И этот центр был организован, мы провели в школу воду, септик, и в связи с этим там был создан мини-центр Карлыгаш с полным этим циклом, то есть с утра до вечера, и с обедом, и для того, чтобы дети могли отдыхать в обеденный перерыв. На сегодняшний день этот мини-центр так уже работает. Ну, на сегодняшний день село также вот количество населения уменьшается, как я знаю, люди там прибывают, то есть из Монголии, и из других сел. И на сегодняшний день количество населения не падает, работают. Люди в основном заняты домашним самым хозяйством. Развивается крестьянское там хозяйство, я знаю, вот берут согласно программе, они берут там микрокредиты и так далее, и так далее. Вспоминали, как в 1972 году была открыта новая двухэтажная школа. В педагогическом коллективе работали в основном молодые инициативные учителя. В 2010 году был последний выпуск учеников русскоязычной школы. О днях сегодняшних рассказал аким Багинбайского сельского округа Жанибек Утисхан. В завершении мероприятия делались росписи на фотографии стелы села, записи в книге отзывов и традиционные фото на память. В конце недели состоялся турнир по футболу между подразделениями ДЧС Акмолинской области за кубок начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области в честь празднования Дня Конституции Республики Казахстан. На торжественном открытии турнира игроков сборных команд и гостей приветствовали заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области подполковник Канат Даспаев и начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорска полковник гражданской защиты Еркебулан Есенжолов. Как вы все знаете, да, это уже стало нашей доброй традицией. Уже 4-й год подряд проводим данные соревнования. Я выражаю вам большой рахмет за то, что вы поддерживаете эту традицию, участвуете на соревнованиях. Ну, занятия спортом, сами знаете, да, укрепляет общение, повышает морально-психологический климат в коллективе и, соответственно, повышает здоровье. Турнир проводится среди структурных подразделений департамента и подведомственных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан, дислоцированных на территории Акмолинской области. В соревнованиях в Степногорске приняли участие 3 команды – Бурабай, Юг и Восток. В них играли подразделения Бурабайского, Астраханского, Шортандинского, Егиндыкольского, Аршалынского и Целиноградского, Каргальжинского, Ерементауского, Янбекшильдерского, Буландынского, Акальского районов и города Степногорск. Другая группа провела игры в городе Кокшетау. После определения победителя на первом этапе будет проходить 2-й круг, после чего состоятся финальные игры. Уважаемые телезрители, просим вас проголосовать в конкурсе «Лучшая трудовая династия», в котором участвует учительская династия из села Карабулак, семья Таурбаевых, на сайте Управления по инспекции труда Акмолинской области trud.akmol.kz. И на этом наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание и до скорых встреч!